Әке-шешемнен қарызға ақша сұрамай, кредит оформлять етпей, рассрочкаға да алмай, жинаған ақшама пельмен сатып алдым. Алибабамен бірге пельмен пісіреміз. Қазанға су құйып, қайнағанша күтеміз. Қайнаған суға бір тал галина бланка саламыз да пельменімізді лақтырамыз. Пельменіміз иттер сияқты жапсып қалмасын деп араластырып тұрамыз. Өлген балықтар сияқты судың бетіне пельменіміз қалқып шығады. Сол кезде крышкасын 10-15 минутқа жауып қоямыз. Сол уақыт аралығында сарымсағымызды тураймыз. Пельменіміз дайын болды. Тарелкаға пельменімізді саламыз. Төбесіне сарымсақпен әрлейміз. Қара бұрыш саламыз. 2-3 тал капля майонез саламыз. Нан тураймыз. Иіскейміз. Иісі керемет. Ішкеннен кейін бас аурудан жақсы көмектеседі екен. Дәмі ас емес екен. Жасамай-ақ қойыңыздар. Қазақ ютубын бірге дамытайық. Тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.